Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Шұғыл хабарлама. Тыңдаңыздар, жеңіл машина болсын, газель, фур, қандай да көлік айдайтындар болса, жалпы Россияға шығатындар болса, осы видеоны тыңдаңыздар. Көп адамдар қазір вақтыға, жұмыс жасауға, өзен шаруалармен қыдыруға, Грузия, Турцияға баруға, через Россияға шығасыздар. Мұқият тыңдаңыздар. Қазір иностранный номерлерге Россия 3 есе штрафты көбейтіп қойды. Ол қалай дейсіздер ғой? Россияға кіреміз, қай қаласына баратындарыңызды білмеймін ғой. Россияда жүреміз территориясында. Қайтып Қазақстанға кірсеңіздер, болды, штрафтарыңыз 3 есе көбейіп кетеді. Келесіде кірген кезде ана штрафты пенемен төлейтін боласыздар. Штрафты бөлек 1000 рубль, 1500, 3000 рубль ана штрафтары. Одан бөлек дағы 3 есе қылып штрафты төлейсіздер көп қылып. Сол үшін мұқият болыңыздар. Россияға шығатын жақын туыстарыңызға жіберіңіздер осы видеоны. Ең тиімдісі, Россиядан шығып баратқан кезде қарайсыздар базадан. Қанша штраф жинап алдыңыздар, сол штрафтарыңыз бәрін төлеп кетесіздер. Ол не имеет значения, камера ма, сізге толтырып бере ма протокол. Любой штраф границадан өтіп кетіп қайтып келсең 3 есе көбейтіп береді. Сақ болайық, мұқият болайық, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Бұрында қалып қойған штрафтарыңыз болса, көлік таситын бауырлар, Дагестанда, Ингушетияда қалып қойған штрафтарыңыз болса, төлеңіздер, 3 есе көп қылып босқа төлейсіздер. Бәрі төлеткізеді. Соны төлеп саңыздар, мұқият болыңыздар. Барлық көлік айдайтын бауырларыңызға, жақындарыңызға Россияға шығып жүрген жіберіңіздер. Фурлар көптеп страдать етіп жатыр. Бұрында машина біздің иностранный номерларды, камералар ілмейді деп қатты жүргендер, нелер бәрі қалып қойған базада, соларды шығарып береді шама келсе, бұрында шығып жүргендер номерларыңызды ауыстырып саңыздар. Содан кейін нарушать етпеңіздер. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын, бауырымыз бүтін болсын, аман сау болайық. Автотур Айдар Уральский сіздермен әрқашан бірге.